Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жұмсақ, дәмді болып шығатын пигоди тағамын дайындайтын боламыз. Азық-түлік мөлшері сипаттамада жазылған. Ол үшін бізге осындай орамжапырақ жапырақ қажет болады. Ыңғайлы етіп турап аласыздар, пышақпен немесе қолмен ұсақтап турасаңыздар болады. Қазанға майды құйып, осылай фаршымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Әбден етіміз жақсы қуырылған соң сарымсақ, пияз және орамжапырақты салып қуырып аламыз. Дәмдеуіштерден мен тұз бен бұрыш қана қостым. Сіздер өз қалауыңызша басқа дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Ендігі кезекте бізде қамыр. Салмамыз суып жатқанда апараны дайындап, қамырын ашыта бастаймыз. Жылы суға сұйық май, тұз және ашытқы қосып, апарамызды жасап аламыз. Електен өткізілген ұнға дайын болған апарамызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 2-3 есе көтерілу қажет. Міне қамырымыз тынығып, 2 есе көтеріліп, жұмсақ болып тұр. Осылай бөлшектерге бөліп, өз қалауыңызша домалатып, ақырындап есе бастаймыз. Қамырды орташа етіп жайып аласыздар, ортасына суыған салмамызды салып, видеодағыдай түйіп жабамыз. Маған салмасы көп болған ұнайды, сондықтан мен көп салдым. Егер қаласаңыз, аз мөлшерде салсаңыз да болады. Мантварканы майлап, дайын болған пигодиларын салып шығамыз. Bir табаға мен 5-ін ғана салдым. Жабысып қалмас үшін шамамен 45 минуттай будап пісіреміз. Ортасына кәріс сәбіз салатын, соя тұздығын немесе қалауыңызша кетчуп, майонез қоссаңыздар болады.